Қайырлы күн достар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен кілегейлі соуста пісетін тауық етімен паста дайындап үйренетін боламыз. Бұл тағам өте жеңіл дайындалады және де өте дәмді. Ол үшін қажетті ингредиенттер видеода көрсетілген. Ең алдымен тауық еті қажет, осындай болып турап аламыз. Одан кейін кілегей, яғни сливки қажет. Егер кілегей болмаса, оны қаймақпен ауыстырсаңыз болады. Содан соң сары май, сарымсақ, тұз бен бұрыш және де паста қажет. Өзіңіздің қалаған, жақсы көретін пастаңызды алсаңыз болады. Енді дайындауға кірісеміз. Ол үшін алдымен таза құрғақ табаға сары майды саламыз және де оны ерітеміз. Ол толық еріп қызғаннан кейін оған пиязды саламыз, яғни жуаны. Және де оны қуырып аламыз сарғыш түске дейін. Осылай қуырып аламыз, содан кейін оған сарымсақты қосамыз, және де екеуін араластырып тағы бір қуырамыз. Содан соң тауық етін қосамыз, және де барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң дәміне қарай тұз бен бұрыш қосып тағы да араластырамыз, және де бетін жауып, оны шамамен 5-10 минутқа баяу отта қоямыз. Оған дейін пастасын пісіреміз. Ол үшін осындай бізге қайнаған су қажет, оны кастрюляда қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін оған дәміне қарай тұз салып, осылай өзіңіздің сүйікті қалаған пастаңызды кастрюляға орналастырамыз. Содан соң оны араластырамыз, және де астын қатты отта қойып, сумен бірге пастаны бір қайнатамыз, және одан кейін астын баяулатамыз да, бетін ашып 10 минутқа пісіруге қалдырамыз. Оған дейін 5-10 минут өтіп, тауық еттері де пісіп дайын тұр. Енді оған кілегейді, яғни сливкиді құюымыз қажет. Айтқанымда, егер сізде кілегей болмаса, оны қаймақпен ауыстырсаңыз болады. Содан кейін барлығын жақсылап араластырамыз, және де кілегейді қайнатамыз. Ол толық қазір осылай қайнауы қажет. Кілегей осылай қайнағаннан кейін оның бетін жауып, шамамен 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттай уақыт өтті. Тауық еті де, кілегей де барлығы қайнап, біркелкі болып пісіп дайын болды. Енді қалауыңызша үстіне өзіңіздің жақсы көретін зеленіңізді қоссаңыз болады. Мен осындай кептірілген аскөкті, яғни укропты қолдандым. Және де тағы да бір араластырамыз. Сол сәтке дейін бізде пастада пісіп дайын тұр. Пастаның пісуі уақыты әртүрлі болуы мүмкін әрбір пастада. Оның сыртында жазылып тұрады. 10-15 минут арасында болады. Міне паста толық піскеннен кейін оны осылай судан алып, бірден ыссы күйінде сковородкаға, яғни табаға саламыз. Жаңағы соусымыздың үстіне осылай салып, соуспен бірге екеуін барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің тағамымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай осылай өте оңай және тез дайындалады, және де пайдалы тағам деп айтсам болады, себебі майсыз жасалады. Сол себепті міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Сәттілік!